Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен күн мен түн пирогын пісіру рецептімен бөлісемін. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, үстіне 170 грамм қантты қосып, массамыз көпіргенше араластырамыз. Үстіне 200 мл сүтті құйып араластырамыз. 100 грамм ертілген сары майды қосамыз. 1 шай қасық ванильді экстракт қосамыз. 1 ас қасық қопсытқыш және 1,5 стакан ұнды біртіндеп салып отырып араластырамыз. Массаны 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне 2 ас қасық какао салып араластырамыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, ортасына стаканды қойып, екі жағынан бірдей етіп 2 массаны құйып шығамыз. Стаканды ортасынан формасы бұзылмайтындай етіп шығарамыз. Ағаш таяқшаның көмегімен өрнектер салып шығамыз. Өз қалауыңызға сәйкес безендіруге болады. Мен ақ шоколад пен қара шоколад сеуіп шықтым. Пирогты 180 градус қызып тұрған пеште 25 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.